Төтенше жағдай кезінде Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын қымбаттатпау басты назарда болды. Құнды көтермеу мақсатында қалалық бюджеттен 9 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген еді. Пандемия кезінде жоғары сұранысқа ие 19 тауар түрінің бағасы қатаң бақыланды. Арнайы мониторингтік топ құрылып, тексеріс жұмыстары жүргізілді. Құнды негізсіз қымбаттатқан кәсіп иесіне қомақты айыппұл да салынды. Бағаның шарықтамау жолында жасалған жұмыстар нәтижесінде сөрелердегі қант, күнбағыс майы, сиыр еті сынды тауарлардың бағасы шарықтамады. Постоянно келем, бағалардың бәрі өте тиімді, арзан. Бағалар тиімді, жиі келмеймін, бірақ анда-санда бір келем. Постоянно Магнумнан аламыз тақа. Тиімді. Және өзің таңдап аласың, самое главное. Овощ жағы болсын, бар жағы болсын. Ал жауаптылар болса тұрақты бағаны қалыпты жағдайда ұстап тұру шаралары жалғаса беретінін айтады. Жалпы 2020 жылы Алматыда әлеуметтік маңызы бар өнімдердің баға индексі 110,5%-ды құрады. Әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағаларын ұстап тұру жөніндегі жұмыстар қала әкімдігінің тұрақты бақылауында болады.